Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгінгі сабағыңыз екінші сабақ. Так, кешегі сабақ сіздер зоналар деген сабақты өткен едіңіз. Так, сызылмасынан краткий көрінісін әмесін көрсетіп беріп едім. Бүгін кешегі көп адам сұрап жатырды, енді тастиқты қалай аламыз, қалай саудаға кіреміз деп жатырған екен. Яқшы, онда тастиқ алу сабағынан бүгін бір түсіндіріп өтемін. Кеттік онда. Так, біздерде зона табу үшін біздерге керек нәрсе өзі максимумға минимумлар біздер үшін. Демек, базар қайда жүргенін табуымыз керек. Базар мысалы үшін 4540-та жүрген бола қойсын. Демек, оның астында қандай зона бар? Мына жерде алдын бір мәрте қайтып берген не болатын еді бұл? Қарсылық зонасы болатын еді, иә? Демек, қарсылық зона деп біздер осы жерді белгілеп қоятын едік. Базар келіп, оны жоғары қарап денемен жарып өткеткені үшін, енді бұл жерде қарсылық біздерде енді артық қарсылық емес. Жарылды ол наоборот тарапқа, яғни саппыртқа айланатын еді. Демек, саппырт зонаңыз бар. Төмен бетте және бір саппырт зонаңыз бар сіздерде. Әзірде, данный моментте сіздерде қарсылық зонасы жоқ. Базар жоғары қарап шығып, 4540-қа шығып берсе, оның астындағы зоналардың әммесі ол мейлі максимум болсын, ол мейлі минимум болсын, farqы жоқ. Екеуі де біздерге қандай болатын еді? Қолдап қуатлау, яғни саппырт зонасы болып қызмет ететін еді. Демек, базар 4540-тан төменге қарап атқарған уақытында біздерде жоғарыда қалдырылған зонамыз қандай болады? Қарсылық зонасы болады. Демек, жоғарыда біздерде әзірде бар болған зона 4540-тағы қарсылық зонамыз болады еді. Қарсылықпен қолдап қуатлау не себептен келіп шыққан өздеріңіз кешегі сабақта айтып өтіп едім. Түсінбеген болсаңыз қайталаймын. Қараң. Қарсылық не себептен? Өсіп баратқан нәрсенің төменге қарап түсіріп жіберетін нәрсе ол қарсылық деп айтылады. Жалпақ тілмен айтқанда, мысалы үшін өзіңіз қандай бір талапты рауаждандырып өсіп баратқан болсаңыз, қарсылыққа ұшырап төменге қарап түсу болады, айырмақлары, дұрыс па? Демек, тап сондай мәністе айтсаңыз болады. Жоғары беттен қарсылық пайда болады, һәм базар төменге қарап әрекеттенеді. Қолдап қуатлау дегеніміз, демек, түсіп баратырған базарды қолдап қуатлап жоғарыға шығарып жіберілуі, қолдап қуатлау зонасы қылып белгілеп қойсаңыз болады ондай зоналар. Демек, біздерде бар жоғарыда қарсылық зонамыз, төменде қолдап қуатлау, яғни саппырт зонамыз бар екен біздерде. Енді яқшы бір қайталап өткен болса, қараң, бұлардан тастиқты қалай аламыз? Демек, тастиқ біздерге керек, жүда бір қиын нәрсе емес. Тастиқ деген нәрсе бар. Тастиқты жүда көп қылмайман, шам бойынша тастиқ алып саудаға кіруіңіз керек сіздер. Зонаға кіріп келген уақытында. Мысалы үшін айтайық, біздерде тастиқ болатын шамды қандай болуын түсіндіремін. Қараң. Мысалы үшін базар, иә? Демек, бізде базар, иә? Шамлар жасыл шам болып, базар жоғары кетіп баратыпты. Осындай жағдайда кетіп баратқан уақытында, мысалы үшін, мына жасыл шамның үстіңгі саясын, кейінгі жасыл шам денесімен жоғарға жарып өтіп тұрыпты. Одан кейінгісі сондай жағдай болып тұрыпты, мысалы үшін міне. Деп андай максимумға минимумлар бір-бірімен әрекеттенген уақытында бір-бірінің үстін жаңалап өтетін еді ғой біздерде. Бай тренд давам етеді осы тақырыпта. Демек, мына шамның үстіңгі саясын мына шам жоғарыға жаңалап тұрды, осы шамның үстіңгі саясын мына шам жоғарыға жаңалап тұрды. Демек, осы тақырыпта бір структура жоғарыға қарап давам етіп кете береді. Бұл қашан бұзылады? Бұның бұзылатын айрым орталары бар енді. Ортада бұзылып кететін жерлер болады, фейк брейкаут беретін жерлер болады. Оларға алданбаң. Біздерге сондай жағдайда саудаға кіруіміз керек болатын нәрсе бұл қарсылық зонасы яки қолдап қуатлау зонасынан табуымыз шарт. Ортадан табуымыз керек емес. Демек, кеттік. Ақырғы моментте мен сол үшін мына жерде менде зона бар болатын болса, зонаңызға шам кіріп келді, һәм зонаға шам кіріп келгеннен кейінгі ашылып отырған шамыңыз мына тақырыпта ашылды. Һәм ол өзінен алдыңғы шамның үстіңгі саясын денесімен бір мәрте барып қаплап келді, һәм де денесімен төменде жауылып қалу керек ол. Қараң, деп жауылып қалса, енді айрым жағдайларда мына қарам кішігірім жасыл болма жауылып қалады. Айрым жағдайда төмендеуге түсіп, ашылған жерден төменге түссе ол қызыл реңге кіре ма? Қызыл пайда болуы да мүмкін, жасыл шам пайда болуы да мүмкін. Екеуі де дұрыс. Қате деп алмаймыз бұны. Біздерде керек нәрсе мына жердегі шамның үстіңгі тарапын сыйып қылып келуі. Саясымен бар сыйып қылып келеді, һәм төменде жауылып қалу керек. Демек, осыдан біздер тастиқ аламыз. Яғни, бұл жерде мына жасыл шамыңыздың үсті бетін мына шам барып алып келіп, төменде жауылып қалды. Демек, бұл сіздер үшін тастиқ. Одан кейінгі базар төменге қарап өз жолын давам ету керек. Мейлі, қараң, бұл қандай болады дейтін болсаңыз, зонаңыз М5 таймфреймінде болатығын болса, мына тастиқты сіздер М1 таймфреймнен таусаңыз болады. М1 таймфреймнендегі шамлардың таусаңыз болады. Егер зонаңыз
M15, M30 ямаса H1 болатығын болсақ, төменгі таймфреймнен тауып кете бересіз. Қалай болады? Мысалы үшін, сіздердің зонаңыз M5-те болатығын болса, сіздер тастықты аласыз M1 таймфреймнен. Егер зонаңыз үлкенлеу, M30 ямаса H1 бола қойсын міне. Демек, бұл екеуінен алынатығын тастығыңыз сіздерде тең болады M5 таймфреймне тең болады. Осы тақырыпты алып кете бересіз. M30 һәм H1-дегі зонадан табатығын болсаңыз, қараңыз, зонаңыз сәл үлкенлеу болады. Һәм одан алынатығын тек профит стоп болсаңыз һәм үлкенірек болып кетуі мүмкін. Соның үшін епке келсе, балансыңыз кішкентай болатығын болса, M5 һәм M5 таймфреймнен тастық алынатығын M1-дегі шамлармен сауда істесеңіз болады. Зона табасыз, зонаға шам кіріп келген уақытында осындай жағдай пайда болса, сіздер сел позицияға саудаға кіресіз. Шуда қиын нәрсеңіз жоқ. Егер базар төменге түсіп кетуі мүмкін, қараң, енді стоп-лосс һәм тейк профит қандай қойылады? Демек, біздер саудаға кіреміз деп жатырмыз. Кейінгі шам ашылған уақытында сразу кіреміз дедік қой. Кейінгі шам ашылған уақытында сразу саудаға кіруіңіз керек. Демек, точка вход осы жерде болады. Кіргеніңізден стоп-лосс қойылатын нұқта керек біздерге. Ол стоп-лосс қойылатын нұқтаңыз мұнда. Сол баяғы жоғары бетін сырқып келген шамыңыздың үстіңгі максимум болады. Соған қайсы брокерде істеуіңізді білмеймін, бірақ спредтен кеп шыққан халда 10 пипс жоғарылауына қойсаңыздан болады. Мысалы үшін мына зонаңыз сіздерде 4450 болатығын болса, сіздердің стоп-лосс нұқтаңыз 4451-ге қойсаңыз болады. Демек, 10 пипслік стоп-лосс қою осыдан кеп шығады. Демек, зонаңыз ары барса, зонаңыздың атырапы мынау, точка вход пен стоптың атырапы, ары барса бір 35 ямаса 40 пипсте атырап болуы мүмкін. Бір істеп көрің, M1 таймфреймнен көрсеңіз жүда жақсы. Демек, тейк профитіңіз қандай болады? Тейк профитіңізді өлшең. Точка вход кірген жеріңіз неше? 4447 болатығын болса, міне, 4447 болатығын болса, стоп-лоссыңыз 51 деп атырыпты. Демек, 47-ден 31-ге шегенгі аралықта бар жоғы 40 пипс бар ма? 40 пипс аралық бар. Демек, стоп-лоссыңыз 40 пипске тең кеп атыпты, һәм сіздің пайдаңыздан кемінде RR 1-ге 1 болу шарт. Яғни, RR дегеніміздің өзі риск reward еді. RR ол тең болу керек, кемінде 1-ге 1. Ямаса 1-ге 2. Мұндай жағдайда 1-ге 1 болатын болса, тең дегені ол $5 пайда, соған тең $5 зиян болудан мүмкін. Ямаса риск reward 1-ге 2 болатын болса, сіздің пайдаңыз, зияныңыз $5-ға тең, пайдаңыз $10-ға тең болу керек. Осы тақырыпты саудаға кірсеңіз болады.